Сәлем достар, сіздермен мен Күнекей Нұрлан, қаржылық кеңесші. Өзіміз отырып шай ішейік. Шай ішейік бағдарламасы қаржылық сауатыңызды арттыруға және өміріміздің маңызды қаржылық тақырыптарын талқылауға арналған тұрақты айдар. Қаржылық білім беруде үлес қосып отырған бас демеушіміз Халық сақтандыру компаниясы. Бүгінгі біздің тақырыбымыз балалар ата-аналарының қаржылық әдеттерін қайталайды. Ойланып көрген боларсыз, балаңыз сіздің ақшаға деген қарым-қатынасыңызды қалай қабылдайды? Көп ата-ана әлі кішкентай кезінде ештеңе түсінбейді деп ойлайды. Бірақ шындығында балаңыз 4-5 жасынан бастап сіздің қаржылық әдеттеріңізді байқап, санасына сіңіріп жүр. Мен бүгін сіздермен бір шындықпен бөліскім келеді. Сіздің әр сатып алуыңыз, әр сөзіңіз балаңыздың ертеңгі қаржылық мәдениетінің негізі. Егер сіз ай сайын жалақы алған соң қалай болса солай жұмсасаңыз, балаңыз үшін бұл қалыпты болады. Ал егер сіз жоспар жасап, үнемдеп, инвестиция жасап, сақтандыруды қолдансаңыз, балаңыз да осыны қайталайды. Гарвард университетінің зерттеуі бойынша балалардың қаржылық ойлауының 70-80% ата-анасынан келеді. Психологтар бұны қайталау моделінің эффектісі деп айтайды. Бала естігенін емес, көргенін қайталайды. Мысалы, егер сіз дүкенде қымбат екен, ақша жетпейді деп жиі айтсаңыз, балада ақша әрдайым жетпейтін, стресс тудыратын нәрсе деген түсінік қалыптасады. Ал егер бұл қымбат, бірақ біз қазір оны алуға дайын емеспіз, кейін жоспарлап аламыз десеңіз, бала ақшаға жауапкершілікпен қарауды үйренеді. Бірінші жағдайды қарастырайық. Айгүл айлық алған соң бірден жаңа киімдер алып, қымбат мейрамханаға барады. Айдың соңында несие картасын жауып үлгермейді. Осы үлгіні балалары қайталауы мүмкін. Бірінші жалақы алған күні ақша біткенше жұмсайды. Екінші жағдай. Нұрлан әр айдың басында бюджет жоспарын жасайды, 50% қажеттіліктерге, 30% қалауына, 20% жинақ пен сақтандыруға бөледі. Баласы Ерсұлтан мектепке ақшаны қалай бөлу керектігін достарына өзі үйретіп жүр. Үшінші жағдайда отбасында күтпеген жағдай болды. Әкесі ауруханаға түсті. Сақтандыру болмағандықтан отбасы бірнеше ай бойы қарыз төлеуге мәжбүр болды. Бұл балалардың санасында ауру қаржылық күйзеліске әкеледі деген қорқыныш қалыптастыруы мүмкін. Жақсы әдет қалыптастырудың 8 тәсілі бар. Бірінші, отбасылық қаржы жиналысы. Айына бір рет бәрі бірге отырып, бюджетті талдау керек. Екіншісі, баланың жеке қалтасы. Аптасына бір рет шағын қалталық ақша беру және оны қалай жұмсағанына талқылау жасау. Көрнекі мақсат картасы. Үйге іліп қою, мысалы, жаңа велосипедке жинақ деген. Төртінші, күт және ал принципі. Дереу алу орнына 2-3 ай күтіп алу әдетін қалыптастыру. Бесінші, жоспарланған сыйлықтар. Жаңа ойыншық белгілі бір жинақтау мақсатына жеткен соң ғана алынады. Алтыншы, қаржылық қателерді талқылау, өз қателігіңізді ашық айту, мен былтыр асығып, қажетсіз нәрсеге ақша жұмсадым деген сияқты жағдайларды талқылау. Жетіншісі, сақтандыру туралы әңгіме. Балаларға түсінікті тілмен сақтандыру бізді үлкен шығыннан қорғайды деп айту, насихаттау. Сегізінші, үлкендердің үлгісі. Өзіңізде бюджет, жинақ, сақтандыруды өмірде қолданыңыз. Қаржылық әдеттер тек жинақпен шектелмейді. Балаларға қорғаныс түсінігін үйрету керек. Мысалы, сақтандыруда автокөлік, үй, денсаулық, өмір сақтандыру түрлері бар. Егер сіз балаңызға сақтандыру бізді қиын сәтте құтқарады деп түсіндірсеңіз, ол үшін бұл өмір бойы қалып қоятын құндылық болады. Сақтандыру тек шығын емес, ол қаржылық қауіпсіздік белдігі. Машинада белдік тағатынымыз сияқты өмірде де сақтандыру сол белдік. Балаларыңызға тиімсіз үлгі беретін қаржылық жаман әдеттерінің 5 белгісін талқылайық. Біріншісі, тұрақты қарызда жүру. Екіншісі, жоспарсыз сатып алу. Жинақ шотының болмауы, күтпеген шығынға дайын болмау. Бесінші, ақша туралы ашық сөйлеспеу. Бұның барлығы жаман әдеттер болып келеді. Ол қолымызға ұстайтын тиын, қағаз, ақша. Оны біз магазинге барып, азық-түлік сатып аламыз. Ол маған күнде беретін, мектепке беретін, және де ата-анамның ақшасы. Күнделікті жарататын ақша. Ақша деген біз күнделікті жарататын нәрсе емес. Мысалы,
біз базарға немесе продуктіге болмаса киімдер аламыз, оның бәрінен ақшадан төлейміз. Адамдардың жетпей алған ақшалары банктың беруі. Оны білмеймін. Несие деген ол қарыз. Егер ол ақша жетпей кеткен кезде біз банкке барып кредит аламыз. И кредитті сол ақшаны үстен процент қосылып төлейміз. Адамның кошелегіндегі ақшалар, ал Каспийіндегі ақшалар. Ол ақшалар. Қаржы деген ол ақшаға қатысы бүкіл нәрсе. Баланың санасында қалыптасатын үш түсінік. Ақша стресс. Егер үйде тек ақша жетпеу туралы айтылса. Екіншісі ақша мүмкіндік, егер дұрыс жоспарланса. Ақша құрал, егер мақсатқа жету үшін қолданылса. Балаларға ақшаны басқаруды үйрету мектеп пәні емес, отбасылық мәдениет. Сіз бүгіннен бастап өз әдетіңізді өзгерте аласыз. Балаңыз сіздің сөзіңізді емес, ісіңізді қайталайды. Ендеше бюджет жасаңыз, жинақтаңыз, сақтандыруды пайдаланыңыз. Бұл сіздің балаңызға өмір бойы қызмет ететін сабақ болады.